Біз бүгін Алматы қаласы Наурызбай аудандық сотындамыз. Бұл жерде бүгін бір топ белсенділердің үстінен сот жүріп жатыр. Сот болғанда да мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деген ауыр айып тағылған сот. Атап айтқанда, Бардагүлдің үстінен, Қаңтаршы, Ақылжанның үстінен, тағы да басқа азаматтардың үстінен олар мемлекетті билікті басып алмақшы болды деген жалған айып тағылып, жалған куәгерлер арқылы бұлардың үстінен үлкен қылмыстық іс қозғалып отыр. Бірақ біз қоғам белсенділері айтамыз, бұлар ешқандай қылмыскер емес, бұлар ешқандай жазықты емес, бұлар күнделікті кухняда айтып жүретін әңгімелерді айтқаны үшін бұларға жалған куәгерлерді тартып, жала жауып соттатып отыр. Біз қоғам белсенділері Бардагүлді жақсы білеміз. Ол ешқандай террорист, бүлікші емес, керісінше халықтың жоғын жоқтап, мүддесін қорғап жүрген батыр қыз. Ақылжанды да жақсы білеміз, басқаларын да білеміз. Сондықтан біз биліктен бұл комедияны тоқтатуды, жазықсыз сотталып жатқан азаматтарға бостандық берілуін талап етеміз. Соңғы кезде биліктің белсенділерге қатысты қысымдары көбейіп кетті, бассыздықтары шектен шықты. Біз биліктен жазықсыз сотталған Әйгерім Тілеужан мен Қалас Нұрпейісовке және сотты жүріп жатқан Думан Мұхамбеткәрімге, Марат Жыланбаевқа, Қанат Тұрдалиевке, Назым Табылдиеваға, тағы да басқа саяси тұтқындарға бостандық берілуін талап етеміз. Осы бір нәрсе айтып кетейін, құқық қорғау органдарының құлағына алтын сырға. Сендер не ойлап жүрсіңдер? Сендер не? Бүгінгі күнмен бітеді деп отырсыңдар ма өмір? Болашақ не ойламайсыңдар? Тоқаев айтты, жаңа Қазақстан орнатам, әділетті Қазақстан құрам деді. Тоқаев орнатады, орнатпайды, бір Құдай біледі оны. Бірақ мына қазақ даласында бәрібір халық әділетті қоғам орнататын болады. Сол кезде бірінші сендерді соттайтын болады. Неге? Себебі жазықсыз қазақтың батыр ұл-қыздарын жазықсыз соттағандарың үшін, жала жауып оларға қысым жасағандарың үшін, тек қана сендер емес, ұрпақтарының алдында, халықтың алдында қарабет болып қаласыңдар. Ұзақ жылдарға сотталатын боласыңдар. О кезде сендер айта алмайсыңдар. Бізге ағамыз айтты, көкеміз айтты, жоғарыдан бастықтар айтты деп. Заңды білесіңдер. Заң алдында, болашақ ұрпақтың алдында сабақ болу үшін сендерге ұзақ жылдар сот беретін болады халық. Аман болайық, сол күнге тезірек жетуге Алла жазсын.